Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй гүлдеріне түскен зиянкестерден қалай құтыламыз және қандай жаңағы препараттар пайдалансақ болады. Үй жағдайында қандай тұнба жасап сол зиянкестерді өлтіруге болады. Және де даладағы гүлдерге де бұл өте қатысты. Даладағы сіздердің кәдімгі жас өсіп келетқан жеміс жидектеріңізді, не болмаса жаңағы роза гүлдеріңізді, далада өсетін басқа да гүлдеріңізді түрлі осындай зиянкестер жеп жатқан болса, оған да пайдалануға болады. Және пайдасы өте керемет. Сіздің гүлдеріңізге зиянкес түспей тұрып та жаңағы алдын алу ретінде жаңағы профилактика дейді ғой, енді алдын ала пайдалансаңыз да болады. Ешқандай зияны жоқ, гүлге де зияны жоқ, және гүлдің топырағына да ешқандай зияны жоқ. Менің қазір көптеген көрермендерім комментарияда осы жайлы сұрақ қойып жатқандықтан мен осы видеоны түсірейін дедім, және барлығыңызға пайдалы болады деген ойдамын. Гүлге жаңағы зиянкес түскен кезде негізінде жапырақтың түсі өзгереді. Жапырақ бүрісіп оралып қалады, және ол жапырақтың основном астында тіршілік етеді. Көп адамдар оны байқамай қалады, себебі гүлдің жапырағы пышный болып жайқалып тұрғандықтан әр сабағын еңкейіп біз астын ашып көре бермейміз. Негізінде бәрін ашып, аптасына бір рет қарап көріп тұрған дұрыс, және жылы суға шомылдырып жапырақтың асты үстін жуып тұрған дұрыс. Мінекей дәл осы фотодағыдай даладағы гүлдеріңізді, бұл зиянкестің аты тля деп айтады. Бұл тлялар енді көптеген жеміс жидектерді, не болмаса жаңағы огородқа еккен сіздің овощ фруктыларыңызды бір аз уақытта жеп өлтіріп қоя салады. Себебі өзі сол өсімдіктің бойындағы сумен қоректенеді. Жапырағын, кәдімгідей жемісінің түсіп қалуына, бутон гүлдерінің, гүлдеп тұрған жемістің гүлінің түсіп қалуына шейін зиян тигізеді. Ал енді көбісі маған айтады, дала гүлдеріне қандай препараттар пайдалансақ болады, жаңағы роза гүлімізді осындай жеп жатыр деп айтады да. Енді қайбір видеоларымда, мен өткен видеоларымда роза гүлді жаңағы құмырсқадан қалай тазалаймыз, сол туралы видео салғам, көрсеңіздер болады. Енді ол осы тляның өзін негізі сол құмырсқалар тасиды. Құмырсқалар бірінші құмырсқадан құтылып алу керек, және осы кейіннен осы препараттарды пайдаланып, осы тляға қарсы жаңағы көптеген, жалғыз бұл зиянкес емес, басқа да зиянкестерге пайдалансаңыздар болады. Үй гүлдерінің де зиянкестеріне өте пайдалы. Негізінде жаңағы зиянкестер көбінше ерте көктем айларында пайда болады. Сол кезде бұл пайда болмай жатып, бау-бақшаңыз гүлдемей жатып, жаңағы гүлдеріңіз жаңадан жапырақ ашып келе жатқан кезде, не болмаса жапырақ ашпай тұрып, алдын ала бір-екі рет жаңағыдай зиянкестерге қарсы препараттар шашып, дәрілеп алсаңыздар, дезинфекция жасап алсаңыздар болады. Сол кезде сіздің жеміс жидектеріңіз қатты қиналмайды, қатты ауырмайды. Әрине оның әсері кеткеннен кейін оған қайттан осындай зиянкестер жапса береді, бірақ гүлдеп тұрған кезде емес, гүлдеп болғаннан кейін қайтадан сол препараттарды пайдаланып дәрілеп алсаңыздар болады. Бұл мынау қазір фотода көрсетіліп тұрған, бұлар үй гүлдерінің зиянкестері. Бұлар қазір фотода сіздерге анық көрініп тұр ғой, бірақ бұл гүлде жүрген кезде көзге онша көрінбейді. Әрине өсіп, жаңағы әбден қоректеніп, осындай бір пішімге жеткенше көзге көрінбейді. Оған дейін кәдімгі осы бір шаң құсап, не болмаса бір жабысып қалған бірдеңе ұқсап тұра береді. Гүлдің жапырағының түсі өзгеріп, жапырақтары сарғайып, түрлі дақтар пайда болады. Сол кезде жақсылап гүлдің жапырағының астын, үстін, сабағының бәрін тексеріңіздер. Әсіресе кәдімгідей телефонның фонаригін, жарығын жағып, жақында тұрып көрсеңіз, бәрі анық көрінеді. Және гүлдің жапырақтарында, сабақтарында сондай шіре сияқты кәдімгі сондай қолға жабысатын сондай пайда болады. Оның бәрі сол зиянкес түскеннің кесірінен. Дәл осылай жапырақтарының түсі өзгеріп, жаңағы
ала-құла болып, әртүрлі сызықтар, әртүрлі дақтар, әртүрлі тесіктер пайда болады. Осыдан сіздің гүліңізді зиянкес жеп жатқанын білсеңіздер болады. Ал енді біздің кәдімгі осы үй жағдайында дайындайтын бұл тұнбамыз кәдімгі пищевая сода. Пищевая содада көптеген зиянкестерге қарсы құрамында жаңағы микро-макро элементтер бар. Соның әсерінен біздің мынау зиянкестер ол заттарға шыдай алмай, сіздің жаңағы шашқан кезде содан уланып өледі. Негізі пищевая соданың көп нәрсеге пайдасы бар. Жаңағы гүлдерге тыңайтқыш ретінде де жасап берсеңіздер болады, бірақ біз бұны қазір мен сіздерге жаңағы көптеген зиянкестерден құтылудың тұнбасын айтамын. Бір литр жаңағы жылы суымызға бір қасық чайный ложкамен, шай қасықпенен бір қасық пищевой сода саламыз. Су жылы болу керек. Ол суды жақсылап араластырып аласыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін кәдімгі кір сабын дейді ғой бізде. Хозяйственный мыло, осындай кір сабын, осыны жақсылап теркодан өткізесіз. Теркодан өткізгеннен кейін ол да сол бір чайный ложканы толтырып, сол 1 литр суға саласыз. Жақсылап ериді. Кір сабының еруі сәл қиындау болады, әрине, бірақ оны әбден қозғап, кішкене демалдырып, қайттан қозғасаңыз, бәрі түгел еріп кетеді. Барлығы түгел еріп кеткеннен кейін, кәдімгі гүлге су шашатын ыдысыңызға құйып аласыз. Бүкіл гүліңіздің жапырағының асты, үстінің бәрін, сабағының бәріне шашып шығасыз. Даладағы гүлдерге де дәл солай шашып шығасыз. Бұл әдісті сіз аптасына 1 рет қайталап тұру керек, себебі ол бірден кетіп қалмайды, қайтадан келіп, қайтадан жиналуы мүмкін. Не болмасқа басқа үйде тұрған гүлдерден жұғуы мүмкін. Сол себептен аптасына 1 рет қайталап тұрсаңыз болады. Жылы сумен, жылы су шашу керек, себебі жылы су шашпай, сіз мұздай су шашатын болсаңыз, үй гүлдері жаңағы одан да стресс алып, одан бетер сіз халі нашарлап кетуі мүмкін. Ал енді даланың гүлдеріне кәдімгі 10 литрлік шелекке бір қасық, ас қасықпен 1 қасық пищевой сода саласыз. Сөйтіп жаңағы сабынды теркодан өткіземіз ғой. Сабынды теркодан жақсылап өткізіп аласыз. Примерно 100 граммдық стаканға өлшеп аласыз теркодан өткен сабынды. Сөйтіп оны жылы суға бір кішірек ыдысқа жақсылап сұйық қылып ерітіп аласыз. Бірден 10 литрлік шелекке салсаңыз, ол толық ерімей қалуы мүмкін. Сол себептен жылы суға кішірек бір кесе, бір ыдысқа ерітіп аласыз. Ол әбден сұйық болып ерігеннен кейін жаңағы 10 литр суға араластырып, қозғап, демалдырып, қозғап, қайта демалдырып, қозғап, кәдімгідей реакция жүреді. Кәдімгі кір жуатын су секілді аппақ болып ағарады. Ағарғаннан кейін оны да жаңағыдай кәдімгі гүлдерге, даладағы гүлдерді, бау-бақшаны, талдарды обработка жасайтын, шашатын ыдыстар болады ғой, сондай ыдыстарға құйып алып, бүкіл бау-бақшаңызды, жеміс-жидегіңізді, жаңағыдай роза гүл, басқа да гүлдеріңізді обработка жасасаңыз болады. 1-2 жасағаннан кетіп қалады деп айта алмаймын. Қайта қайталасаңыз, жаңағы көмегі тиеді. Өте пайдалы, жаңағы ешқандай зияны жоқ. Осы кір сабынның көптеген жаңағы зиянкестерге қарсы құрамында заттар бар. Соның себебінен жаңағы сіздің гүліңіздегі зиянкестер жаймен кететін болады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Дәл осыны мен қалай айттым, солай бірме-бір жасап көріңіздер. Пайдасы тиіп жатса, маған комментарияға жазыңыздар.